Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух, қыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін мен қызыма қалған матадан осындай әп-әдемі көйлек тігіп бердім. Бүгін осы көйлектің тігілу жолымен бірге танысатын боламыз. Егер де сіз бірінші рет менің каналымда болсаңыз, онда каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең әуелі мен қызыма өзінің үстіне шақ келетін свитшотын алып, қалған матама соның үлгісін түсіріп алдым. Бірінші алдым, одан кейін барып арқасын. Енді алдыңғы қолтық ойындасын кішкене ойдым да, жеңін пішіп алдым кішкене қалған матадан. Өкінішке орай менің матамның қалған кусогы өте аз болатын болды. Сондықтан жеңін бір-біріне құрауға тура келді. Мінекей, мына жерде менде екі жең әрең шықты. Қалған маталардан әртүрлі өз фантазияңызға қарай әр нәрсе жасай беруге болады. Бұл трикотаж матаның бір жақсы жері, оверлокты қажет етпейді. Жеңіне жалпы еш нәрсе жалғамай қоюға да болатын еді, не болмаса басқа да матадан жалғап жіберсе болады. Ол енді өзіңіздің фантазияңызға қарай. Бірақ мен осы өзінің қалған кусок маталарының өзін іске асырып, футболкаға жалғап жібергім келді көйлегіне. Сөйтіп, қыс болғандықтан, садикке киетін болғандықтан, оның жеңіне қостым. Ең әуелі екі иығын қосып тігіп аламыз. Екі иығын тығып алғаннан кейін мен иығындағы желбіршекті осындай дайын тор матасынан тігіп алдым. Кішкене өзіңізге керек өлшемнен артығырақ алып, бүрме жасайтын болсаңыз, ол жер желбіреп әдемі болып көрінеді екен. Бұл кішкене қышытады, денеге тиетіндіктен, сондықтан тігісінен шамалы 0,1-0,2 миллиметр қиып тастадым, денесіне тимесін деп қызымның. Осыны екі жағына бірдей етіп, инемен әуелі өлшеп қойып аламыз да, содан кейін барып екі жағы бірдей болғаннан кейін бүрме жасап отырып, әдемілеп иыққа қондырамыз. Бұны да дәл солай тігістен 0,2-0,3 сантиметр қиып тастаймыз. Ал енді жанын тігіп аламыз. Екі жанын тігіп алғаннан кейін барып, жеңін тігуге кірісетін боламыз. Мінекей, мен жеңін алдын ала тігіп алдым. Енді осының дәл ортасын белгілеп, яғни иықтың ең биік нүктесін кішкене қиып аламын да, өзіме белгілеп, иығындағы сызықпен қосып, инемен жақсылап белгілеп қоям. Жалпы, егерде жеңді осылай қондыратын болсаңыз, тігінді енді бастап жатқан кісі болатын болсаңыздар, инемен жақсылап асықпай қыстырып, көктеп алған дұрыс болады. Чем тігіп алып, одан кейін оны қайта-қайта сөккеннен, бірден инеменен қондырып, содан кейін барып, көктеп алсаңыз, ол примеркада да киген кезде де әдемі қонып тұратын болады. Осылай екі жеңінде қондырып тігіп аламыз. Мінекей, менің жалпы көйлегім дайын болып тұр. Желбірегі де әдемі болып, үлпілдеп. Енді маған етегін, жеңін және де мойнын тігіп шығатын боламын. Етегіне де дәл иығына қойған торымды қойғым келіп тұр. Себебі сол әдемі көрінеді.
Модельдеген кезде өздеріңіздің қалаған фасондарыңызға, салбуларыңызға әбден болады. Дәл осындай тор қою міндетті емес. Жай үшін егерде матадан көбірек қалған болатын болса, матаның өзінде қойып жіберуге болады, бүрме жасап. Не болмаса, иығына да жаңағыда бүрме қойсаңыздар, өте әдемі болады, етегіне де. Не болмаса, басқа бір түстен комбинировать етіп, етегін ұзартып жүрсеңіздер, ол да бір фасон болып шыға береді. Менің енді қолда бар матам, фурнитурам осы болып тұр. Содан кейін осыны қолданып жатырмын. Ал мойнына өзінің матасынан тігетін болдым. Бұны алдымен өзінің мойнына өлшеп алдым дағыны, соны тігіп шыға салдым. Ал енді жеңіне келетін болсақ, жеңін ішке қарай 2 сантиметрге тіктім. 1 сантиметрден 2 рет қайырып. Жеңді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша өзгерте берсеңіздер болады, бүрмелеп, резина қойып әртүрлі. Бірақ мен бұл жолы жай тігіспенен қарапайым түрде қалдырғанды дұрыс көріп тұрмын. Ал енді көрейік, қалай дайын болғанын. Вау! Ешкім айтпайды, қыздар мынаны көріп, қалған матадан тігілген көйлек деп ешкім айтпайды. Егер әрине өзім біреуге айтып қоймасам. Өзім ойлағаннан да өте керемет шықты. Өзіме де қызыма да қатты ұнады. Қыздар, сіздерге ұнады ма? Егер ұнаса, лайк басыңыздар, және де комментарийда өз пікірлеріңізбен бөліссеңіздер. Ал егерде менің каналымды алғаш рет болсаңыз, онда каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз, және де жаңадан тағы да видеоларды көру үшін, жаңа идеяларды білу үшін колокольчикті басып қойыңыздар. Баршаларыңызға соңына дейін, осы жерге дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеоларда сіздермен аман-есен жолыққанша сау болыңыздар.